отырған Нұрке кемпір жалғыз қалды. Бал алу кезегі жауыз гибрид араларға келгенде, мыңдаған жауыз аралар барлығы 1 секундтың ішінде Нұрке кемпірге ұшып, оны шаға бастады. Кемпірдің айғалағанын естіген біздің кейіпкерлеріміз оған жүгіріп келіп, араларды қуып жіберіп, кемпірді үйге әкетеді. Кемпір әлсіреп қалған, ал өзі кісі танымайтын болып ісініп кетті. Жауыз аралардың шағуы адамды өлтіретінін білген ерік, анасын ажалдан құтқаратын тәсілде емес, өз анасының денесін сала алатын жерді іздеуді бастады. Кемпір әрен-әрен айнаға су жылытып әкелуді сұраған, дәрет алғысы келетінін айтқан. Енді ол өзін атау кересін үшуді бастаған. Міне, мен бірнеше минут бойы сөйлеп отырмын, бірақ әлі де сендерге шарма атының мағынасын түсіндірмедім. Бұның себебім түсіндіруге ыңғайлы болу үшін сол сәтті күттім. Атау кере дегеніміз адам өлер алдында ішетін ең соңғы сусыны. Ол кез келген сусын болуы мүмкін. Су, сүт, шырын, шай, тіпті арақ болуы мүмкін. Бірақ арақты ішуге мен сендерге кеңес бермеймін, өйткені алкоголь денсаулыққа зиян келтіреді. Міне енді Нұрке кемпір дәреттегеннен кейін өзін атау кересін ішіп болып, Алла тағалаға мінәжат білдіріп, ұзақ күбірледі. Нұрке кемпірдің жаны әлі де болса денеден кеткен жоқ. Ұзақ күбірлегеннен кейін Нұрке кемпірдің құлағына шіркеу қоңырауының үні естіліп, жаңғырықтыра күмбірлеп ала жөнелген. Енді бір мезетте Нұрке кемпір орысша сөйлей бастады. Дүниеден өтер алдында ол орысша «О Господи, прости своего грешнего», немесе қазақша аударсақ, Құдай-ау, өзің күнәһарыңды кешіре гөр деп айтқан. Кешірім сұрағаннан кейін ол мәңгілік көз жұмады. Келесі күні түске таман Нюра Фадеевнаның сүйегін Қатын өзенінің жағасына жерлейтін болды. Жерлегеннен кейін әркім өзінің ісімен айналысты. Айна енесінің киімдерін жинастырып, бөлмені аршалады. Яғни арша деген өсімдігінің бұтағымен ауаны тазартты. Бір сәттен кейін Айна далаға шығып, жауыз аралардың екі жәшіктеріндегі тесіктерін шүберекпен жапты. Енді ол әр қайсысын алып, қатын суына жағасына әкелді. Енді ол өзінің енесі үшін кек алатын болды. Ол жауыз ара жатқан екі ағаш жәшіктің үстіне аямай керосин төгіп, жәшіктерді ішіндегі аралармен қоса өртеп жібереді. Таған бұны көргенде Айнаға жақын келді. Бірақ сонда Айна тағанды көріп, қатын суына қарай жүгіріп, оған секірді. Таған оны көріп, Айнаны судан шығарып құтқарды. Айна есін жиғаннан кейін тағанға «Бекер құтқардыңыз» деп жауап берді. Таған Айнаның қатын өзеніне секіруінің себебін сұрағанда, Айна итке өкпеледім деп жауап берді. Мен түсінгендей, ол өзінің жұбайы ерікке ашулы. Айна тағанға оған үйленуге емес, тағаннан өзін сол қасіреттен құтқаруға және онымен бірге жүруге ұсыныс жасады. Таған дайын екенін айтып келісті. Таған мен Айна әлгі аңшы шалдың мекеніне барып, ерік аңшылықтан кейін үйіне келгенде барлығын түсініп, жетісер деп жын ұрғандай тісін қайрап, ерік қатын суына келіп, оның арғы жағында тұрған әлгі қызыл орамалды қызды көреді. Ерік оны көргенде, оның есі шығып, ерік сол қызды жақыннан көру үшін ол өте қатты араға айналғысы келген. Құдай оның тілегін естіп, оны араға айналдырған. Алайда ерік бал арасына емес, малға маза бермейтін көкбас сонаға айналды. Ерік сонаға айналып, бірден сол қызға қарай ұша бастаған. Ол қызға жеткенде оның иығына қонады.
Не болған түсінбей, сол қыз сонаны көргенде, сасып қалған қалпында сонаны қамшымен салып салады. Міне осылай, ерік қанатын серпуге шамасы келмей, мәңгілікке домалай түскен. Міне осылай бұл тамаша шығарма аяқталады. Ал енді шығарманың басты идеясы қандай екенін талдайық. Бұл тамаша туындыда бір емес, бірнеше философиялық ойлар бар. Бірақ менің ойымша, ондағы ең басты идея адамгершілік идеясы. Яғни ерік тағамды қолбала болып ұстау үшін оған алкоголь бере тұра, оны алкогольге тәуелді етеді. Бұл обал ғой, өйткені алкоголь денсаулыққа зиян келтіреді. Бірақ ерік тағамның денсаулығы мен оның адам болуы туралы мүлдем ойламайды. Бұған тамаша мысал ретінде сендер еріктің тағанға арақ берген кезін есіне түсіре аласыңдар. Таған sıрадан бас тартады ғой. Жоқ, ерік бұған қарсы одан да қауіптірек ішімдікті алып келеді. Және сонда сен үшін және сенің болашағың үшін деп дос айтады. Менің ойымша, бұл мәселе шығарманың басты идеясы болып табылады. Онымен қатар шығарманы оқығанда мен автордың ерікті жауыз гибрид араға көп рет теңестіргенін байқадым. Өйткені жауыз ара кәдімгі арадан гөрі көбірек жұмыс істеп тұр. Оның еңбек өнімділігі өте үлкен, ерікте өте еңбекқор. Және жауыз аралар кәдімгі бал аралар сияқты емес, олар бұлардан жауызырақ, агрессивтірек, оның зияны бар. Ерікте олар сияқты жауыз, оның да жаман ойлары бар. Мен айтқандай, бұл шығармадағы жалғыз идея емес. Сондықтан бұл видеомды қарағаннан кейін мен сендерге сол шығарманы оқуды кеңес беремін. Онда сендер еріктің арамен қарым-қатынасы туралы, айнамен қарым-қатынасы туралы, еріктің өз анасымен қарым-қатынасы туралы, аналық, көкен және нүркенің достығы туралы, және әлбетте алкогольдің адамға деген зияны туралы толығырақ оқи аласыңдар. Қысқасы, мен видеом алкогольге қарсы жесткий пропаганда болып тұр. Кім мен кеңесіме құлақ салып, видеомды қарағаннан кейін шығарманы толығымен оқып бітірсе, хэштег оқып болдым деп жаза аласыңдар. Сондай адамдардың саны қанша екенін қарайық. Айтпақшы, алкоголь адамның ағза мүшелеріне, әсіресе миға және бауырға үлкен зиян келтіреді екен. Және оның кесірінен адамның қауіпті аурулармен ауруының ықтималдығы артады. Және алкогольдің ең басты минусы адамның бұған тәуелді бола бастауы. Кім алкогольді ішсе, сол өзінің еркіндігінде сатты деген сөз ғой. Кәдімгі контракт қой. Алкоголь саған уақытша рахат сезімін береді, ал сен өзің бостандығыңды бересің. Және де мен жастарға айтар сөзім бар. Неге дәл жастарға? Өйткені мен каналының аудиториясының жартысынан аса бөлігі 25-ке толмаған жастар. Құрметті жастар, сендердің қолдарыңызда біздің әлеміміз, сендердің қолдарыңызда біздің болашағымыз. Мен сендердің жас студент таған сияқты білімді және дарынды екендеріңізге мүлдем күмәнім жоқ. Сендерге күшті және крутой болу үшін алкоголь ішу және темекі шегу мүлдем керек емес. Өйткені сендер иттакта крутойсыңдар. Мен жастардың бұл әлемді жақсы жаққа қарай өзгеретініне сенімдімін. Мен сендердің күштеріне, ақылдарына және дарыныларына сенемін. Мағжан Жұмабаев айтқандай, мен жастарға сенемін. Сендерге видеомды қарағандарыңызға үлкен рахмет. Оралхан Бөкейдің бұл тамаша күшті шығарма үшін респект. Алкоголь ішпеңдер, сау болыңыз.